Жалпы Жетісу облысында Ұлы Отан соғысы ардагерлеріне, сонымен қатар Ұлы Отан соғысына теңестірген азаматтарға, тылда еңбек еткен азаматтарға бір жолғы әлеуметтік көмектер қарастырылған. Биылғы жылы жергілікті бюджеттен 3227 ардагерлерімізге жергілікті бюджеттен 600 миллион теңге қаржы бөлінді. Бұл бір реттік берілетін төлемдердің бірі. Бұған қандай шаралар келеді? Бізде Жетісу облысында 1700-дей тылда еңбек еткен тыл ардагерлеріміз бар. Ол азаматтарға біз мерекеге орай 100 мың теңгеден бір реттік төлем жасаймыз. Одан бөлек Ұлы Отан соғысына қатысқан ардагерлеріміз бар. Бүгінгі күні аталған санаттағы азаматтарға біз әрқайсысына 5 миллион теңгеден жергілікті бюджеттен 15 миллион теңге көлемінде қаржылай көмек жасадық. Одан бөлек біздегі арнайы жеке бағдарламасына сәйкес бекітілген ардагерлеріміз бар. Оларға жыл сайын біз мемлекет тарапынан санаторлық курорттық емделуге тегін жолдама береміз. Биылғы жылы бізде 200-ге жуық осындай ардагерлерімізді санаторлық курорттық емдеумен қамту жоспарымызда бар. Тек қана 2024 жылы бізде аталған санаттағы 150-ге жуық азаматтар осындай шаралармен қамтылды. Одан бөлек Ұлы Отан соғысының 80 жылдығына орай биыл біздегі ардагерлерімізге арнайы 80 жылдыққа бекітілген төсбелгілер мен медальдар табысталатын болады. Бұл шаралар біздегі осы облыста ұйымдастырылатын арнайы бекітілген жоспарларға сәйкес мерейтойлық шаралармен, арнайы табыстау шараларымен жүргізілетін болады.